Елімізде аса танымал бағдарламалардың бірі саналатын қалаулымның арқасында бірқатар жұптар отбасын құрып жатса, енді бірі ата-ана атанып үлгерген. Атышулы жобада танысып қосылған Зарина Сапар мен Айдос Игіліков бүгін қызды болды. Алайда ерлі-зайыптылар тұңғышы дүниеге келмей жатып, өзара түсінісе алмай ажырасып кеткен. Қуанышы қойнына сыймаған ана, қызды болғанын бірден Инстаграм оқырмандарынан сүйінші сұрап хабарлады. Зарина Сапардың жүктілігі отбасылық жағдайларға байланысты аса ауыр өткен болатын. Бойжеткен аяғы ауыр болған кезде жолдасымен келісе алмай, ақыр соңы онымен ажырасып тынды. Жаңа босанған ана перзентханада қызымен түскен фотосын жариялап қойған. Суретте Зарина Сапардың көз жасын тия алмастан сәбиін иіскеп жатқанын байқауға болады. Аллаху акбар. Анашым, сенің қадірің басыма енді жетті. Қош келдің қызым өмірге. Сүйінші сұра деп қолқа салып едіңіздер, деп жазба қалдырды ол қызы екеуінің фотосы астына.